Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін қазақ тілі сабағы, ерекше сабақ. Бүгін біз үстеу тақырыбын өтетін боламыз. Жақсы, бастайық. Ең әуелде сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге үстеуді жалпы кез келген тақырыпты тез әрі оңай жаттау үшін лайфхак ұсынатын боламын. Сіздер соны жақсылап көріп алсаңыздар, біліп алсаңыздар. Жақсы. Міне қараңыздар, бүгінгі біздің тақырыбымыз үстеу. Жалпы үстеу тақырыбын тез жаттау үшін, жалпы кез келген тақырыпты тез жаттау үшін осындай таңба салсаңыздар болады, сурет салсаңыздар болады. Жалпы бізде қазақ тілінің тақырыптары өте көп. Оларды әрбірін жаттау өте қиын, шын айтайын сіздерге. Мен өз кезінде жаттағанда осы әдісті қолданған едім. Әрбір мысалы үстеу түрі болсын, шылау түрі болсын, мүмкіндік болса, мен осылай таңбалап суретін салып солай жаттайтынмын. Қараңыздар енді, мезгіл үстеуіне біз осындай снежинка дейді ғой, қардың суретін салған едік. Мекен үстеуіне мынау енді не десеңіздер, мынау негізі карта, және де картадағы белгілі бір аймақтың орналасқан, осы жерде орналасты дегендей белгі, мынау қызыл бар ғой, екінші суретте тұр. Бұның белгісі мынау белгілі бір мекен дегенді білдіреді негізі. Сол себепті мекен үстеуіне сондай алдым. Сын қимыл енді әртүрлі, бірақ мен осындай аяқтың ізін алдым. Яғни белгілі бір қимыл істеді, бейне істеу деп айтып жатамыз ғой, із мысалы бейне ғой негізі. Мөлшер істеу. Мынау не десеңіздер, бұл негізі химияны енді есімізге түсірсек, бұл негізі колба деп аталады. Колбаның өзі негізі мөлшері болады. Мөлшері жазылып тұрады ана сыртында. Немесе химиямен байланыстырсаңыздар болады. Себебі әрбір мысалы химиялық элементтің мөлшері өте маңызды, химияда өте маңызды. Сонымен байланыстырсаңыздар болады. Немесе енді келесі күшейткіш. Енді күшейткіш үстеу қарасаңыздар, міне бүйтіп көкке қарай самғап нетіп тұр, Бұның негізі мағынасы биік жетістікке жетіп жатыр, яғни күшейтіп тұр, біздің қалай айтсам болады, жетістік күшейді, жақсы жайттар күшейді дегендей, сондай мағынада, сондай символды алдым мен, Енді мақсат үстеуі мынау сәл бүйтіп жақындатып қарасаңыздар, бұл негізі нысана деп аталады, немесе орысшасы мишень деп атаймын, мишень деп аталады, яғни мақсат. Біз көздейміз ғой мақсатты, дәл осы нысананы көздегендей, нысанаға көздегендей. Себеп салдар үстеуі, себеп салдар негізі сұрақ белгісімен негізі білмеймін, өзім солай байланыстырдым. Басқа суреттерде қоюға болады. Жалпы мен енді сіздерге үлгі болсын деп осыны істеген едім, алып келген едім, пайдалы болады деген ойда. Енді қараңыздар, тақырыпқа көшейік. Жалпы мезгіл үстеуін негізі үстеу тақырыбын жақсылап меңгеру үшін әрбір үстеу түрін міне ең әуелде біз қалай жаттадық, ең бірінші біз түрлеріне тоқталдық, түрлерін жақсылап жаттап алдық. Осы 7 түрі бар, мысалы мезгіл, мекен, сын қимыл, мөлшер, күшейткіш, мақсат, себеп. Ендігі кезекте екінші қадамымыз біздің немен байланысты болады, сұрақтармен байланысты болады. Яғни біз сұрақтарын жаттап алуымыз қажет, үстеудің түрін тез табу үшін міне сұрақтарына назар аударайықшы. Мысалы мезгіл үстеудің сұрақтары қашаннан, немесе жиі шатастыратыны осы себеп салдар, мақсат үстеу, күшейткіш үстеу. Мөлшерде енді сонша шатастырмайды, бірақ білмеймін, сын қимыл мен сосын қайсыны, мақсат па, себеп па, соны ылғи үшеуін шатастырып жатады балалар болсын, оқушылар болсын. Соны міне жақсылап суретке түсіріп алсаңыздар болады, жазып алсаңыздар болады. Бүйтіп осылай түрлі түсті қылып сызсаңыздар тіптен керемет, тез жатталынады, шын айтам. Жақсы, біз бүгінгі тақырыбымызды сәл нетіп алдық, жақсылап біліп меңгеріп алдық. Енді міндетті түрде не істеуіміз қажет, тест өтуіміз керек, жалпы білімімізді бекіту үшін. Жақсы, бірінші сұрақ, кеттік. Үстеу қатысқан сөйлем қайсысы?
А нұсқасы бұл өлке біздің ауыл жайлаған жер, иә? Б. Алабұртқан алапат сезім селге ұқсайды. С. Аз-аздан қимылдағанның өзінде жетістікке жетерсің. Д. Білім өміріңнің шамшырағы. Жақсы, қайсы деп ойлайсыздар? Жақсылап ойланыңыздар. Уақыт берейін. Жақсы, дұрыс жауабы бізде С. Енді жақсылап оқу қажет. Істеу қатысқан. Міне қараңыздар. Неге С жауабы? Мысалы А жауабында Б жауабын жақсылап оқитын болсаңыздар, істеу жалпы істеудің бағана айттық қой, 7 түрі. Ешбір түрі қатысқан жоқ. Иә, істеу жоқ деген сөз. А, Б, Д нұсқасында. Ал енді қараңыздар. С нұсқасын талдайықшы. Аз-аздан қимылдағанның өзінде жетістікке жетерсің. Аз-аздан. Бұл бізде істеу. Бірақ қандай істеу түрі? Сіздер пікір, яғни комментарий деген бөлімді ашып, соған жаз жерсеңіздер, иә? Бірге талдап талқылайық. Жақсы, келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Туынды істеуді табыңыз. Осыншама бұрын алғанда жаз бойы. Туынды істеу. Бұл сәл қиын сұрақтың бірі. Жақсылап ойланып көріңіздер. Дұрыс жауабы осыншама. Қайтып оралайық. Қараңыздар. Алғанда бұрын жаз бойы, иә? Бұл бізде туынды істеу емес. Туынды істеу, жалпы туынды сөздер, мысалы түбірге көбінде, иә, көбінде емес, жалпы жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Бізде жұрнақтың неше түрі бар? 2 түрі бар, иә? Сөз тудырушы және сөз түрлендіруші. Жалпы бізде сөз тудырушы жұрнақ түбірге жалғанған кезде туынды сөз пайда болады. Кез келген туынды сөз. Бұл туынды сын есім болсын, туынды білмеймін еді, туынды істеу болсын, туынды зат есім болсын, туынды етістік болсын. Барлық туынды сөздердің жасалу жолы бір. Яғни түбірге не жалғанады? Міндетті түрде сөз тудырушы жұрнақ жалғанады. Жақсы, жаттап алдық. Енді қараңыздар. Алғанда. Бұл бізде не деп ойлаған шығар? Ал деген түбірі не? Етістік. Ал ғанда генде қашан деп сұрақ қойып, оны мезгіл істеу деп неткендер бар шығар, иә? Ойлап қалғандар шығар. Жоқ, С жауабы жарамайды. Алғанда. Ған ген қанкеміз есімше, да енді түсінікті шығар. Алғанда бұл бізде мезгілді білдіріп тұрған жоқ. Шатастырмаймыз. Бұрын бізде туынды істеу емес. Бұған жұрнақ жалған тұрған жоқ. Және де ол басқа сөз табынан емес, иә? Түбірі басқа сөз табынан емес. Немесе, көбінде солай болады, иә? Туынды сөз дегенде көбінде түбірі басқа сөз табынан, оған жұрнақ жалғанады. Сол сөз тудырушы, иә? Ол мағынасын өзгертіп, басқа сөз табына айналады. Көбінде. Бірақ ойлап қалмаңыздар. Енді шатасып, кей жерлерде, кей кездерде басқаша болып қалуы мүмкін. Яғни түбірі сол, мысалы, етістік болуы мүмкін, немесе түбірі сол істеу болуы мүмкін. Бірақ оған сөз тудырушы жұрнақ жалғанды, ол бәрібірде етістік болды. Бірақ ол бәрібірде туынды болады ғой. Себебі ол өзгертті ғой, сөз тудырушы жұрнақ жалғанды ғой оған. Ол сөз тудырушы жұрнақ жалғанған кезде ол мағынасын өзгертеді ғой мәселең, қатты өзгеріп жібереді, жалпы сөз. Жақсы, қараңыздар, осыншама. Негізі осы бізде осы сол, мысалы, соншалық, осы екі сөзде, ыншама, ыншалық деген жұрнақ бар, жұрнақ бар. Яғни олар туынды істеу болып саналады, осы екі сөз. Қайталап айтайықшы, осыншама немесе соншалық, ыншама, ыншалық, немесе шаше, мысалы, бұлбұлша, сәбише деген туынды істеу бар. Немесе лай-лей, дай-дей, тай-тей түгелін жазып алыңыздар, қараңыздар, шикілей, мысалы, қыстай, бұл да істеу. Бірақ мысалы, шика қандай? Бұл сын есім лей, яғни лай-лей, дай-дей, тай-тей деген сөз тудырушы жұрнақ жалғанды да бұл істеуге айналды. Шикілей, мысалы, қыстай. Немесе
дайын дейін тайын тейін. Ол жиі келе бермейді, ол көбінде анау көркем шығармаларда көп кездеседі. Мысалы тоты дайын, жорға дайын, біз көбінде осындай әдеби сөздерді, әдеби дегенде қалай айтсам болады, бұл әдеби сөздер деп айтсақ та болады. Негізі болады. Сондай көркем сөздерді, көркем әдеби сөздерді біз жиі қолданбайтынымыз өкінішті ақ. Бірақ сондай сөздер бар екенін білуіміз қажет, міндетті түрде. Тоты дайын дейін тайын тейін, сондай да жұрнақ бар. Жақсы, оны болашақта істеу тақырыбына толық тоқталған кезде айтатын боламыз. Келесі сұраққа көшейік, көп сөзбай. Себеп салдар үстеуі қатысқан сөйлем қайсысы? Дұрыс жаздым ба? Қайсысы? Жарайды, ол қатты маңызды емес. Тоқталмай қояйық оған. А жауабы: біз соған амалсыздан көндік. Б. Сұңқардай самғап биікке өрле. Себеп салдар үстеуі: білім саласының дамуына зор үлес қосты. Мен оны қасақана жасаған жоқпын, деді Әлихан. Бағана мен айтқан едім ғой, себеп салдар үстеуі, сосын сын қимыл үстеуі, мақсат үстеуі жиі шатастырады. Сол үстеу түрлерін оқушылар жиі шатастырады, білмей қалады. Мен айттым, сол себепті сұрақ қойып тауып алуға болады, яғни сұрақтарын жаттаңыздар деп айтқан едім. Қараңыздар, енді әр нұсқаға тоқталаймыз қазір. Себеп салдар үстеуі: біз соған амалсыздан көндік. Амалсыздан сұрақ қойдық. Сұңқардай сұрақ қойдық. Білім саласының дамуына зор үлес қосты. Зор сұрақ қойдық. Мен оны қасақана жасаған жоқпын. Қасақана сұрақ қойдық. Енді қайсысы деп ойлайсыздар жалпы? Негізі дұрыс жауабы А. Біз соған амалсыздан көндік. Амалсыздан. Енді қараңыздар, зор бізде күшейткіш үстеу, қасақана мақсат үстеуі. Қасақана бізде мақсат үстеуі. Енді қараңыздар, сұңқардай, сын қимыл, немесе бағана біз қалай деп айттық, бейне үстеу. Енді амалсыздан бұл бізде себеп салдар үстеуі. Біз оған неліктен, не себепті деп сұрақ қоя аламыз. Қараңыздар, көндік. Біз соған неліктен көндік деп ғой. Көндік. Не себепті? Амалсыздан. Неге көндік? Амалсыздан көндік оған. Түсінікті ғой. Сұрақ қойып, солай тауып алсаңыздар болады. Жақсы, енді бізде соңғы сұрақ қалды. Шыдаңыздар. Соңғы сұрақты оқып жіберейік. Күшейткіш үстеуді табыңыз деп тұр. Талай адам, мына көп нүкте тұр ғой. Ол дегеніміз әрмен қаратай жалғасы бар. Яғни бұл тіркес сәл түсініксіз болады деген болады деп мен солай көп нүкте қойып қойдым. Сап-сары балапан тез жасады, тым ұзын. Күшейткіш үстеу. Жақсы, дұрыс жауабы бізде тым ұзын. Енді қайтып оралайықшы берілгенге. Талай адам сап-сары тез деп мен сәл сіздерді шатастыру үшін сондай не бердім. Сіздерді шатастыру үшін әдей сондай қиын дейтін, енді қатты қиын емес, бірақ сонда да шынымен де шатастыратын сөздерді, үстеу түрлерін осы екі нұсқаға жазған едім. Қараңыздар, талай және тез. Енді қараңыздар, сап-сары дегеніміз бізде сын есім. Бірақ ол жерде үстеу жоқ. Сіздер шатастырмаңыздар. Бұл бізде сап-сары балапан деген тіркестегі сап-сары, бұл бізде сын есім. Қандай шырай екенін өздеріңіз комментарийде пікір бөлімінде жаза кетіңіздер. Енді қараңыздар, тым ұзын бұл күшейткіш үстеу, тез. Енді қалай? Сұрақ қояйықшы. Тез жасады. Қалай жасады? Тез. Бұл бізде сын қимыл, бейне үстеу. Енді қараңыздар, талай
талай адам. Сұрақ қояйықшы, қандай сұрақ болады? Иә, талай деген үстеу түріне, иә, жалпы үстеуге сұрақ қойсаңыздар, сіздер қай үстеу түріне жататын тез тауып аласыздар. Бұл бізде негізі мөлшер үстеу. Адам, иә, адамға сұрақ қойыңыздар. Соны пікірге жаза кетіңіздер, иә, міндетті түрде. Жақсы. Осымен біздің сабағымыз тәмам. Сіздерге көптен көп рахмет. Сау, сәлематта болыңыздар.